Құрметті тіл ғылымы каналының көрермендері, сөйлемдегі оқшау сөздер, үндеу амалы, қыстырма, қаратпа, одағай сөздер туралы ақпарат ұсынғым келеді. Жалпы сөйлемдегі оқшау сөздер сөйлем құрамындағы басқа сөздермен грамматикалық байланысқа түспейді. Олар осы арқылы оқшау сөз деген атауға ие. Оқшау сөздер сөйлем мүшесі қызметін атқара алмайды. Оқшау сөздерге қаратпа, қыстырма, одағай сөздер жатқызылады. Оқшау сөздер және оқшау сөйлемдер негізгі сөйлемге қатысы мен атқаратын қызметіне қарай үндеу амалы ретінде қолданылатын оқшау сөздер және қыстырма сөз, қыстырма сөйлемдер деген топқа бөлінеді. Үндеу амалы деген терминге қатысты Рақыш Әміровтің жай сөйлем синтаксисі оқу құралында осы оқшау сөздердің негізгі қызметі хабарды хабарлайтын, яғни сөйлемдегі білдірілетін пікірге түрлі коммуникация қатысушының назарын аудару мақсатын көздейді, сондықтан оны үндеу амалы деп атайды. Үндеу амалына осы қаратпа, қыстырма, одағай сөздер жатқызылады. Қаратпа сөз дегеніміз басқа біреудің назарын аудару мақсатымен соған қаратыла айтылатын оқшау сөздің бір түрі, және ол үндеу амалының да бір түрі болып табылады. Олар сөйлемдегі басқа сөздермен грамматикалық байланысқа түспейді, сөйлем мүшесі бола алмайды. Қаратпа сөйлемнің сөйлем ішіндегі тыныс белгісі мектеп бағдарламасынан белгілі. Егер қаратпа сөз сөйлем басында келетін болса, одан кейін үтір қойылады, немесе леп белгісі қойылады. Кей жағдайда ортасынан келсе, екі жағынан үтірмен ажыратылады, ал соңынан келсе, алдынан үтір қойылады. Өлеңім шарла ауылды, тыңда дала жамбылды дегенде, өлеңім және дала деген қаратпа сөздер өлеңім сөйлемнің басында келгендіктен, өлең қаратпа сөзінен кейін үтір қойылса, дала сөйлемнің ортасында келгенде екі жағынан үтірмен ажыратылған. Немесе шу ойсыл қара дегенде, ойсыл қара қаратпа сөз сөйлем соңында келгендіктен алдынан үтір қойылған. Қыстырма сөздер сөйлемдегі ойға, оның айтылу тәсіліне, айтушының қалай қарайтынын білдіретін оқшау сөздің түрі. Бұл да үндеу амалына жатқызылады. Кісінің көңіл күйін, сезімін білдіретін қыстырма сөздер жеке топ ретінде көрсетіледі. Бұған несін айтасың, бақытымызға, амал қанша деген тәрізді қыстырмалар жатады. Айтылған ойға нануды, жорамалдауды білдіретін қыстырма сөздер бар. Бұларға әрине, әлбетте, рас, сөз жоқ, сірә, мүмкін, шамасы, расында, шынында, шынын айту керек, өзіңіз туралы деген тәрізді қыстырмалар жатады. Ойдың айтылу амалын, тәсілін білдіретін қыстырма сөздер бар. Бұларға қысқасы, сайып келгенде, былайша айтқанда, жалпы алғанда, демек, ендеше деген сөздер жатады. Айтылған ойға басқаның не айтушының пікірі тұрғысынан қарағандықты білдіретін қыстырма сөздер бар. Бұларға сіздіңше, біздіңше, меніңше, мен білсем, оны айтуына қарағанда айтуы бойынша дегендер жатқызылады. Айтылған ойлардың өзара қатынасын білдіретін қыстырма сөздер бар. Оған біріншіден, екіншіден, ақырында, керісінше, сөйтіп, мысалы деген тәрізді қыстырма сөздер жатқызылады. Одағай сөздер бұл кісінің сезімін, көңіл күйін еркін білдіретін дербес грамматикалық тұлғалары жоқ сөздер. Одағай сөздер не жеке сөйлем ретінде, мысалға алақай, пәле, бәсе деген сияқты не сөйлем құрамындағы оқшау сөз қызметінде жұмсала алады. Уай, қой деймін бала, ой, жамандатқыр, бас аяғыңды, ой, айналайын дегенде, уа, ой деген одағай сөздер беріліп тұр. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.